Senin boksер роднойың. Сумкаңда ручка бар ма? Ручка? Да, А чё, братан, бәрін бірге алып жүресің? Бізде просто тренировка, аяға шақырып қалады да, тренер ше, резко барып қалу керексің. Опоздание жоқ, ручка жоқ екен, брат. Братан, сен төбелес қалсаң, роднойдан келе ма? Спорт туризм балдар бар ғой, қарамайды еш нәрсе. Сен правсың ба, не правсың? Айбек дейтін родной бар ғой, осындай расстояниеде бастан төбе береді ғой, жындан. Деп стойка мықтылап ұстап ал, жақтап, мына бетің жап, мына етің ұрған кезде бетің ашылып қалады. Жоқ ай, мына ортасын ұршы, орта. Тай. Бол. Енді нағыл. Братан, сендер осы ішпейсіңдер, темек тартпайсыңдар, бірақ насыбай атасыңдар, Спорттан да басқа кайф керек қой, просто тренировкадан кейін денең босат жереді, ше. төбелес болып жатыр, ажыртақ шүш. Жоқ, мен барсам өлтіріп қоямын оларды. Тем более менде КМС бар, аналармен төбелесуге болмайды. Өлтіріп қоямын ананы. Кімдер? Мә, не деген әдемі жігіт. Қазір қолымда тұрған гүлін маған берсе, гүлін алып алсам, екеуміз ресторанға барып тамақ ішіп, одан ары қарай гостиницаға сүйреп әкетсе, гостиницада күшті жатып, таңертең тұрсам бүкіл затымды ұрлап, оңбаған ақшамның бәрін алып кетіп қалса, сучка, мен қазір оған барып көрсетем. Ақшамды қайтар. Ойбай, қарындас, не ақша? Кімдер? Қарындас, мен қызымды күттіріп қой, Қарындас, қызым күттіріп қой, мен жай. Или қызым күттірім екен. Сенің жынды класстастарың. Айдама тақырбасы болған жарыса деген. Медет тыныш. Ей, Асқар. Мал жемейді оны. Шөпті тек сиырлар жейді. Сиырлар? Иә. Гаухар. Әке, мынау біздің болашақ үйіміз, болашақ отбасымыз. Сен Атамның басы. Ал мынау біздің атамыздың басы. Болды. Апай, маған да осындай кітап беріңізші. Неғып мегінен ақша шықпай жатыр? Дней войны придумал дядя. Все, жақсы, Медет, 1 минутта тезірек. Абруна, Заполя. Айттым ағай, оқи алмайды деп. Ағай, бұл менің ана тілім емес. Шұғыланып қалған роднойың. Братан, мебельде істейтін таныстар бар да жерде. Ой, Соған звондайын қазір өзің. Звонда тез. Тиіспе, батянікі оғы бар. Адны білемен, андайлар атылмайды. Ойнап отыр, мен тиіспеш қызық жеріне келдім. Өшпейді. Тиіспе. Бля, айттым ғой. Құры! Ноутбук алдың ба? Қойшы, радың ноутбук алдың ба не? Қымбат ноутбук алдың. Құлатып алмашы, сызасын, құлатып ал. Ал, китайский ма бір нәрсе ғой просто. Не күтіп отырсың, Ішінде телефон қалып кетті. Ой, тупой, жақында алып ғой. Сенікі. Ай, сердце бьется. Сенің жынды класстастарың. Медет ана класстан бар, боралып кел. Ой, апай, сөйтіп айтатыныңызды біліп, боралып алдым ғой өзімен бірге. Онда трапка алып кел. Сөйтіп айтатыныңызды біліп, трапка алдым өзімен бірге. Онда бүгін мен туған күнім ғой, алтын алып беретін шығарсың. Өйтіп айтатыңызды білген жоқпын, апай. Оны ана класстан сұрақ көрейік. Келген жерден жалғастыр. Осы кітапты қолымызға алып, Тәтті латтымен сен өндірдім қалматтым. алып Дакети, читай. Оқы деп атыр. Объявятный наудачник тупица, он просто сознательно такой. Беседишь? Оқымай маған. ағай туалетке шығып келейші ағай. Жетпейді ғана. Ағай, ол кішкентай ғой. Сен қаяқтан білесің? Мал, саған адам сияқты көрсетіп жүрсем. Жақын достарым қасында. Қаблан дейтін родной жағынан дың қатты жатыр. Істеп алар. Оппа! Браттеш, қызыл ручек. Вечердің ақшасы келе жатыр дейсің ғой.
берге. Я. Жақын тарттыш. Тиын бар ма? Тиын. Нап түрің әбір ішіңнен боқтап келатсың, бергел. Боқтап жатыр ма не? Ішінен боқтап келатыр абы. Жоқ, братан, онда боқтап ештеңе істеп жатқан жоқпын. Сыйлаймын ғой, братан, сендер. Ачу бір нәрсе күлкілі болып тұр ма не саған? Тиындар бар ма шығарсай? Братан. Күннен күнге шүгілдерімізді айыратын гопниктер түрі азайып бара жатыр. Барынша ағайын бауыр болып, оларды құрметтейік. Олардың тек қана санаулы түрлері қалды. С любовью бұрышта сүмірейіп тұратын гопниктер. Бойы ұзындардың минус жақтары. Асыр, ілзеш, бірақ сен бойың ұзын ғой. Елан ома күшек қалма не асқар? Аз саған болмайды братан. Мені сен келсейін аз. Рахмет. Болды. Давай бәріміз фотоға түсіп алайық. Асқар сен артына тұршы, бойың ұзын ғой. Кәні? Мә, базар жоқ әдем екен, бірақ бойы қысқа саған келмейтін шығарым. Ұзында жақсы көрімді братан, неге десең? Неге? Ұрсаң ұзыннан олайды. Çok kimenin bırakım, her sözümde uğatım. Любой жерде до конца родной шунтрата. Всем хай! И сегодня я вам покажу, как скачать такой мод. Сначала скачиваем Addons for Minecraft и пишем Фиорнича. У нас тут 3 папки. И скачиваем. Когда скачалось, нажимаем и нас перекидывает в Майн. Так и делаем с остальным. Потом делаем, как я. Ну и все, всем пока!